Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шаруашылықты ұйымдастырудың аумақтық факторлары. Оқу мақсаты шаруашылық салаларын орналастырудағы факторлар мен алғышарттардың жиынтығын талдау. Өткен білімді тексеру. Сәйкестендіру тапсырмасы бойынша экономикалық терминдермен сәйкестендіру сөздерді. Нарық көрсеткіші. Бұл көрсеткіштік терминге келеді. Жаһандану, ынтымақтастық, бәсекелестік. Бұл үдерістік терминге келеді. Периферия, ғаламдық орталықтар. Бұл кеңістіктік түріне келеді. Әлемдік нарық, әлемдік экономика, ұлттық экономика, экономикалық стратегия. Бұл нысандық түріне келеді. Сыртқы сауда көлемі, сыртқы қарыз, инвестиция, жиынтық, ұлттық өнім, жалпы ішкі өнім. Бұлар көрсеткіштік түріне келеді екен. Келесі тапсырмаға көшейік. Карта мен жұмыс. Дүниежүзі картасынан ғаламдық орталыққа кіретін елдерді атап, географиялық орындарын картадан көрсету. Жартылай периферия немесе өтпелі елдеріне келетін елдерді атап, картадан көрсету. Балқан түбек елдері, Португалия, Ирландия, Оңтүстік Азия, тмд елдері. Периферия елдері тобына жататын елдерді атап, картадан көрсету. Геоэкономика пәні елдердің экономикасын зерттейді. Яғни сол елдердің экономикасын дамуына ерекше әсер ететін шаруашылықты зерттейді. Ал енді шаруашылықты орналастыру дегеніміз не? Аумақтық факторлар дегенді қалай түсінесіңдер? Шаруашылық салаларына қандай салаларды атай аласыңдар? Жалпы шаруашылық салаларын орналастырудың арнайы факторлары болады. Оның мынадай екі түрі бар екен. Дәстүрлі фактор, заманауи фактор. Дәстүрлі факторға аумақтық фактор, табиғи ресурстық, экономикалық географиялық жағдай, аумақтық шоғырлану кірсе, келесі түріне көлік факторы, еңбек ресурстары, тұтынушы факторлар жатады. Одан кейінгі түрі заманауи фактор. Бұған ғылым және экологиялық факторларды енгіземіз. Дәстүрлі факторлардың ішінде көлік факторы ең маңызды рөл атқарады. Көлік факторы өндірістің орналасуында шешуші ықпал етеді. Ғылыми техникалық революция кезеңінде қатынас жолдары мен көлік құралдары ерекше дамыды. Қазіргі уақытта көлік факторы кез келген аумақтың инфрақұрылымында басты орынды алады. Еңбек ресурстары факторы. Еңбек ресурстары факторы дегеніміз еңбек күші, яғни ол адам шаруашылықта жұмыс атқаратын. Еңбек ресурсы да маңызды фактордың бірі. Оның екі жақты ықпалы бар. Біріншісі, өнеркәсіпке, өндірістік емес салаға басқа елдерден қосымша жұмыс күші тартылады. Екіншісі, өндірісті арзан жұмыс күші бар жерлерге орналастыруға болады. Бірақ қазіргі жағдайда еңбек ресурстар тек сан жағынан емес, сапалық, яғни кәсіби жағынан да бағаланады екен. Тұтынушы фактор. Халық саны көп, урбандалған аумақтар тұтынушы факторына ықпал етеді. Қала тұрғындарының сұранысын қамтамасыз ету мақсатында тез бұзылатын және тасымалдауға онша жарамсыз өнімдер, мысалы нан, сүт өнімдері, кондитер өнімдері шығаратын өндірістер осы аумақтарда дамиды екен, орналастырады екен шаруашылықта. Келесі фактор аумақтық фактор. Аумақтық факторға екі жағдай әсер етеді. Біріншіден, елдің жер аумағы үлкен болған сайын табиғат ресурстарына бай келеді. Яғни өндірісті орналастыру үшін соғұрлым мүмкіндік көп болады. Мысалға, өзіміздің елді айтуға болады. Екіншіден, аумағы жағынан өте үлкен елдерге алысқа тасымалдау, аумақтың әркелкі игерілуі, инфрақұрылымды да жасау қиын болады. Мысалы, жер аумағы өте үлкен болады да, ондай елдерде инфрақұрылымды басқару сондай қиыншылық тудырады екен. Мысалға, Ресейді айтсақ болады. Ал шағын аумақты елдерде аумақтың құрылымы жылдам қалыптасады. Мұндай елдерде шаруашылықты орналастыру мүмкіндігі шектеулі болады. Мысалы, Сингапур айтсақ болады. Келесі фактор табиғи ресурстық фактор. Табиғи ресурстық фактор ауыл шаруашылығының, тау-кен өнеркәсібінің, рекреациялық шаруашылықтың мамандануы мен орналасуын анықтайды. Әсіресе бұл фактор шикізатты көп қажет ететін өнеркәсіп өндірісінің, жылу энергетикасы, су энергетикасы, металлургия, химия және орман өнеркәсібі орналасуында елеулі рөл атқарады. Келесі бір фактор экономикалық географиялық жағдай. Экономикалық географиялық жағдай
төртке бөлінеді екен. Бірінші орталық, теңіз маңы, көршілік және шеткі деп бөлінеді. Орталық елдерде бұған материктің ортасында орналасқан елдерді ғана атамаймыз. Бұған дамудың жоғары деңгейіндегі елдерді атаймыз экономикалық жағынан. Мұндай елдерге ақш, Жапония, не болмаса Қытайдың шығыс бөлігін, Австралияның оңтүстік шығыс бөліктерін орталық деп атаса болады. Теңіз маңындағы елдер. Бұндай елдерде халықаралық қатынастардың дамуы жоғары болады. Көршілік елдер. Мұндай елдерде өндірістік байланыстардың дамуы да жоғары болады. Көршілес елдермен байланыс. Шеткі елдер деп айтамыз. Бұндай елдерге экономикалық дамудың тежелуі байқалады. Аумақтық шоғырлану факторы келесі факторымыз. Онымен өндірістік шоғырлану, кәсіпорындар көлемінің артуы және шаруашылық пен халықтың аумақтық шоғырлануы байланысты. Әсіресе астаналық қалалар мен көмір алаптары маңында қалыптасқан байырғы ескі өнеркәсіптік аудандар көзге түседі. Бұл ең алдымен қоршаған ортаға кері әсер етеді. Қазіргі уақытта шағын және орташа кәсіпорындар салу арқылы өндірісті аумаққа шашыратып орналастыру дамуда. Оқушылар, сіздерге тапсырма. Австралия мен Қазақстанның шаруашылық орналасуының кеңістіктік сипатын салыстырыңыздар. Дескриптор. Әр елдің аумақтық факторының рөлін сипаттайды. Сіздердің алдарыңызда Австралия мен Қазақстанның экономикалық картасы берілген. Яғни осы картаға қарап отырып, өндіріс көп шоғырланған аймақтарды анықтайсыздар және оның себебін атайсыздар. Келесі тапсырма. Елдердің экономикалық географиялық жағдайын салыстырып, дамуына әсер ететін оң және теріс факторларды анықтау. Мысалға, Дания мен Чехия берілген. Алдарыңыздағы картасына қарап отырып, ерекшеліктерін, әр елдің дамуына әсер ететін оң және теріс факторларын анықтап жазасыздар. Бекіту кезеңі. Learning Apps бағдарламасында аталған елдерді картадан көрсету тапсырмасы берілген. Рефлексия. Өзін-өзі бақылау парағы таратылады оқушыларға. Оқушылар сабақтың басынан бастап тапсырма түрлеріне қалай жауап берді, плюс қойып отырады қаншалықты жауап бергеніне. Осы арқылы плюстердің санын санау арқылы өзін өзі бағалайды. Назарларыңызға рахмет.